Сондан кейін Wozniak өз компьютерін Джобсқа көрсетеді. Компьютер болса Джобсты хайран қалдырады. Хам ол компания түзуді ұсыныс етіп, оны Apple компьютер деп атауға қарар қылады. Өзі Хамме бас ауру Джобс гаражында басланған. Wozniak Хамме құрылмаларды гаражға алып өткен, һәм бірге жұмыс баслаған. Компьютерлер таярлау үшін Wozniak калькуляторын, Джобс болса Volkswagen микроавтобусын сатқан. Apple жүда құрамалы һәм зеркерлік құтыға ұқсаған. Джобстың өз сөзінде тұрып алу нәтижесінде Apple екі дизайн тәрептен сұлулау, реңлі экранлы етіп ісленген. Қысқа етіп айтқанда, ол апуайы адам үшін түсінікті болған. Идея тайын ойлап табылған жаңалық бар. Іслеп шығару басланды. Келешекке үмітлер үлкен. Енді не қылу керек? Әлбетте, қаржы табу керек. Джобс та бұны жақсы түсінген. Соның үшін де компанияға профессионал басқарушыларды һәм бекем инвестицияларды іздеген. Һәм оларды тапқан.